19 ғасырдағы мәдениеттің дамуы. Қазақ халқының дәстүрлері ғасырлар бойы қалыптасып, қоғамда маңызды рөл атқарған. Олар отбасылық құндылықтарды сақтауға, қоғамдық қарым-қатынастарды дамытуға көмектескен. Қонақжайлылық. Қазақ халқы қонақжайлығымен танымал. Кез келген үйге келген адамға қонақасы беріледі, тіпті бейтаныс адам болса да, оған ыстық ықыласпен қызмет көрсетіледі. Жасы үлкендерді құрметтеу. Қазақ қоғамында үлкен кісілерді ерекше құрметтеген. Оларды төрге шығарып, сөзін тыңдаған. Жастар ақсақалдардың айтқанын екі етпей орындаған. Бата беру. Бата ақ тілек білдірудің дәстүрлі түрі. Оны елге сыйлы ақсақалдар береді. Баталар адамның өміріне оң ықпал етеді деп сенген. Әсіресе, үлкен іс бастарда, жолға шығарда, той-томалақта бата беріледі. Қазақтың поэтикалық өнері, әнші-композиторлары. Біржан Сал Қожағұлы. Қазақстанның солтүстік өңірінде дүниеге келді. Біржан Сал деген атпен белгілі болды. Ақын, сазгер әрі әнші ретінде ел арасында кеңінен танылды. 2 сыныптық қазақ-орыс мектебінде сауат ашты, содан соң Петропавл қаласындағы медреседе оқыды. Араб, парсы, шағатай тілдерін жақсы білді. Көптеген лирикалық әндер шығарды. Біржанның әндерінде әділетсіз, сараң байлар мен болыстардың озбырлығы әшкереленеді. Әйелдердің теңсіздігін жою жөнінде жар салды. Айбозым, ақ тентек, Біржан Сал, ғашығым, айтпай және тағы басқа 40-қа жуық әні бар. Жияу Мұса Байжанұлы. Қазақ музыкасындағы аса көрнекті ақыны, композитор. Баянауыл округінің Ақшоқы деген жерінде дүниеге келген. Алғашқы сауатын ауыл молдасынан ашып, кейін омбыда оқып білім алған. Өзінің өлеңдері мен әндерінде жергілікті болыстардың зорлық-зомбылықтарын, патша үкіметінің отаршылдық саясатын батыл әшкереледі. Оның атақты «Ақ сисі» әні әлеуметтік әділетсіздікке қарсы наразылықтан туған. Қырдағы қауіпті адам ретінде сотталып, Тобыл қаласына жер аударылған кезде ол Батыс Сібір генерал-губернаторына хат жазып, өзін әскерге жіберу жөніндегі өтінішін жолдайды. Сөйтіп, Тобылда, Орынборда, Қазанда, Новгородта, Мәскеуде, Владимирде және Петербургта, сондай-ақ Польша мен Литвада әскери қызметте болады. Толғау, Бозторғай, Жанбота, ғашығым сияқты 60-тан астам ән шығарады. Ақан Сері Қорамсалы. Қазақстанның солтүстік өңірінде дүниеге келді. Сауатын ауыл молдасынан ашып, кейін Қызылжар қаласындағы медреседе оқыған. Ол бала кезінен өлең шығарып, музыкамен әуестене бастайды. Халық оны құрмет тұтып, сер атаған. Оның бізге 40-тан астам әні жетті. Алтыбасар, Сырымбет, Мақпал, Ақтоқты әндері жан тебірентерлік әсерлі, сазды келеді. Ақан Серінің шығармашылығына қатты әсер еткен жағдай сүйікті тұлпары құлагердің қаскөй зұлымдардың қолынан өлтірілуі еді. Ақан Серінің әндерінде қоғамдық өмірдің әлеуметтік мәселелері, ел билеген әкімдердің озбырлық әрекеттері шебер бейнеленеді. Қазақтың күйшілері. Құрманғазы Сағырбайұлы қазақтың аса ұлы күйшісі, күй атасы. Бөкей ордасының Жиделі деген жерінде дүниеге келген. Ол өзінің күйлерінде қарапайым адамдардың өмірін, тұрмыс-тіршілігін суреттеді. Қайырымсыз байлардың қылығын әшкереледі. Ол домбырада орыстың Коробейники, Светит месяц деген әндерінде орындады. Біздің заманымызға оның 60-қа жуық ғажайып, көркемде асқақ сезімге толы күйлері жетті. Адай, Балбырауын, Сарыарқа, Ақсақ кек, Түрмеден қашқан, Ертең кетем, Кісен ашқан, Қайран шешем сияқты күйлері бар. Дәулеткерей Шығайұлы аса көрнекті композиторлардың бірі. Орал өңірінде дүниеге келген. Әулеті хандық тұқымынан шыққан. Билеуші сұлтан деген лауазымды әкімшілік қызмет атқарды. Оның шығармалары терең лирикасымен, ойшылдық мәнерімен және философиялық мазмұнымен ерекшеленеді. Ол өз күйлерінде адамның ішкі жан дүниесін, өмірдің мәні мен қоғамдағы өзгерістерді билеген. Көріғұлы, Жігер, Бұлбұл, Қоңыр, Тартыс, Желдірме сияқты күйлері кеңінен тараған. Біздің заманымызға дейін 40-қа жуық күйі жетті. Тәттімбет Қазанғапұлы. Қазақтың 19 ғасырдағы аспаптық музыкасына қомақты үлес қосқан сазгер күйші.
Қарқаралы өлкесінде дүниеге келген. Қарқаралы сыртқы округі Нұрбеке Шаншар болысында болыстық қызметте атқарды. Ресей императоры 2 Александрды ұлықтау рәсіміне қатысқан. Шоқан Уәлиханов, Потанин, Янушкевичтермен таныс болған. Сарыжайлау, Былқылдақ, Сарыөзен, Бестөре, Қоспасар сияқты әсерлі көркем лирикалық күйлер шығарды. Өз туындыларында қазақ жерінің, оның өзендері мен көлдерінің, таулары мен даласының сұлу табиғатын, көркем көрінісін бейнеледі. Ықылас Дүкенұлы. Қазақтың күй өнерін қобызда құйқылжыта шебер орындайтын дәулескер күйші. Қарағанды облысының аумағында қарапайым қазақтың отбасында дүниеге келген. Әкесі Дүкен қобыз тартқан, ал ата-бабаларына да жыршы, бақсылық өнер дарыған. Жарыс патша, Бестөре, Жескек, Кертолғау, Аққу, Жалғызаяқ, Қорқыт Сарны, Ерден, Қазан тағы басқа да ғажайып күйлері бар. Қазанғап Тілепбергенұлы. Қазақтың дәулескер күйшілерінің бірі, шертпе күй дәстүрінің көрнекті өкілі. Ақтөбе облысы аумағында дүниеге келген. Бүкіл ғұмырын халықтың сазгерлік өнеріне арнады. Оның күйлері қазақ халқының тұрмыс, тіршілігін, табиғат көріністерін және адам сезімдерін терең жеткізеді. Шығармаларында өмірдің қуанышы мен қайғысы, туған жерге деген сүйіспеншілік пен адамгершілік құндылықтар терең бейнеленген. Ноғайлы босқыны, Окоп, жұртта қалған сияқты зарлы күйлері де бар. Саяхатшылар мен зерттеушілер еңбектері. 18-19 ғасырларда Қазақстанға көптеген саяхатшылар мен зерттеушілер келіп, қазақ халқының өмірі мен мәдениеті туралы құнды еңбектер жазды. Олар өз зерттеулерін фотосуреттер, суреттер, сызбалар мен жазбалар арқылы жеткізді. Томас Аткинсон ағылшын саяхатшысы және суретші. 1848-1852 жылдары Қазақстанның әртүрлі аймақтарын зерттеді. Шығыс және Батыс Сібірдегі зерттеулер, Әмудария бойымен саяхат атты еңбектерін жазды. Бұл кітаптарда қазақтардың қару-жарағы, ұлттық киімдері, тамағы, киіз үйлері туралы суреттер мен жазбалар келтірілген. Түнгі ауылға шабуыл, аттылы қырғыздардың ұрысы атты суреттерінде қазақ жауынгерлерінің шайқас кезіндегі бейнесін салған. Альфред Брем, неміс зоологы және саяхатшы. 1877 жылы Брем Сібір мен солтүстік-батыс Түркістанға саяхат жасап, Семей қаласында болған. Ол қазақ халқының өмірі туралы, қырғыздардың тұрмысы мен отбасы, дала көшпенділері, малшылар атты еңбектерін жазды. Бұл кітаптарда қазақтардың тұрмысы, әдет-ғұрпы, қонақжайлылығы, өнері, музыкаға бейімділігі туралы мағлұматтар берілген. Василий Верещагин, орыс суретшісі. Верещагин өз еңбектерінде қазақ халқының тұрмысын жан-жақты суреттеген. Оның лепсі алқабы, Шу өзені бойындағы қазақ үйлері, Алатауда, аңшы қазақ атты суреттері қазақ даласының табиғатын, көшпелілер өмірін және аңшылық дәстүрін көрсетеді. Бранислав Залеский поляк суретшісі. Ол қазақ даласына саяхат жасап, көптеген этнографиялық суреттер салды. Оның қазақ даласына саяхат атты суретті альбомы 1865 жылы Парижде жарық көрді. Бұл еңбекте қазақтардың тұрмысы, көне ескерткіштері мен табиғаты көркем бейнеленген. Тарас Шевченко. Украинаның көрнекті ақыны, суретшісі қазақ халқының мәдениетінде өшпес із қалдырды. Ол қазақ халқы өмірінің жарқын көріністерін шығармашылық тұрғыда бейнелеген әлемдегі алғашқы суретшілердің бірі. Ақын әрі суретші Тарас Шевченко қазақ халқының тарихы мен мәдениетіне жағымды тұрғыда қарады. Ол қазақ даласының кеңдігі мен әсем табиғатынан алған әсерін өз туындыларында айқын көрсетті. Суретшінің бейнелеу өнері саласында қалдырған мұрасы 450-ге тарта суретті қамтыды, ал соның шамамен 350-ге жуығы Қазақстан тақырыбына, оның табиғатына, адамдарының өмірі мен тұрмыс-тіршілігіне арналған. Қазақ кедейлерінің азапты, ауыр өмірі Тарас Шевченконың салған суреттерінде шыншылдықпен бейнеленді. Бақташы бала, салт атты қырғыз, келі түйген келіншек, боранда тағы басқа туындылары дала тұрғындарының күнделікті өміріне арналды. Оның ең әйгілі шығармасының бірі қазақ қызы Катя деп аталады. Суретте Новопетровск бекініс қамалының коменданты отбасында қызмет ететін қазақ қызы бейнеленген.